достармен отырып, осылай бір кебаб жасап, шашлык жасап, антрикот дегендей. Керемет дүние ғой. Жұмыс дейміз, тіршілік дейміз, бала-шаға, пайғамбарымыздың хадисі бар ғой. Әр нәрсеге өзінің бір хақысын бер дейді да. Сондықтан да біз әйелдерімізге, бала-шағамызға, жұмысымызға, әріптестеріміз бәріне көңіл бөліп, көмектесіп, және қарым-қатынас жасап жатамыз. Бірақ мынау Жоры Жұлдызбен жолықтап, солармен бірге ойнап, күліп, мынандай шынайы дейді ғой, риясыз күліп, қарым-қатынас жасаған нәтижесі. Сонда бүгін біздің демалысымыз осындай еттен, ет дегенде бет бар ма дейді. Әрі қазір көресіздер, шашлык жасаймыз. Міне достар, біздің міне кәуіміз дайын болып қалды. Қазір достарымызбен түттің арасында жейміз. Міне келесі партиямызды алып жатырмыз. Өте керемет, дәмді қойдың еті, негізінде халал, керемет қой. Майы өте пайдалы. Ал жігіттер!